Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз қоршаған орта бөлімін бастаймыз. Сегодня мы начинаем новый раздел «Окружающая среда». Сабақтың тақырыбы «Құстар біздің досымыз». Тема урока «Птицы наши друзья». Бүгінгі сабақта көптік мағынаны ажыратуды үйренесің. Құстардың жақсы қасиетін білесің. Жаңа сөздер, новые слова. Құстар, птицы. Жыл құсы, перелетные птицы. Оя, гнездо. Бутак, тал, это ветка. Балапан, цыпленок. Әкелді, принес. Апарды, отнес. Ал енді балалар, жаңа сөздермен сөйлемдер құрайық. Давайте составим предложение. Әкелді переводится принес. Бала әкелді, ребенок принес. Бала үйге әкелді, ребенок принес домой. Бала үйге балапанды әкелді, ребенок принес домой цыпленка. Бірінші тапсырма, тыңда, сұраққа жауап бер. Первое упражнение, послушай, ответь на вопрос. Ұя жасап тақтайдан, талға апарып байладым. Күтемін мен шаттанған жыл құсының сайрауын. Теперь вопрос. Өлең қай жыл мезгілі туралы айтылған? Стихотворение. Какое время года? Жыл құсы – это перелетные птицы. Когда прилетают перелетные птицы? Дұрыс, өлең көктем жыл мезгілі туралы айтылған. Значит, идет речь о весне. Біліп ал, знай. Көптік мағына – это множественное число. Например, құс – это птица, құстар – птицы. Значит, стало много птиц. Құстар мы говорим. Балапан – это цыпленок, один цыпленок. А балапандар – это птенцы, значит, много цыпленок. Екінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Второе упражнение. Прочитай, ответь на вопросы. Балалар ойнап жүріп, құстың ұясын көрді. Дети играли и увидели птичье гнездо. Ұяда екі балапан бар екен. В гнезде были два птенца. Балалар балапандарды үйге әкелді. Дети принесли птенцов домой. Әкесі балаларына, отец своим детям. Бұл балапандарды ұядан неге алдыңдар? Почему вы забрали этих птенцов из гнезда? Олардың анасы жоқ. Өліп қалады ғой, деді. У них нет матери, они умрут без нее, сказал он. Балалар балапандарды ұясына апарып қойды. Дети отнесли птенцов в гнездо. Спандияр Көбеев. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Давайте теперь ответим на вопрос. Балалар нені көрді? Что увидели дети? Правильно, құстың ұясын көрді. Ұяда неше балапан бар екен? Сколько птенцов в гнезде? Правильно, екі балапан. Балалар балапандарды қайда әкелді? Куда они принесли птенцов? Дұрыс, үйге әкелді. Әкесі не деді? Что сказал отец? Дұрыс. Бұл балапандарды ұядан неге алдыңдар? Олардың анасы жоқ. Өліп қалады ғой, деді. Үшінші тапсырма. Сыныптасыңнан сұра. Третье упражнение. Спроси у одноклассников. Ағаштың бұтағын сындырған дұрыс па? Ағаш отырғызған дұрыс па? Құстарға жем шашқан дұрыс па? Құстың ұясын бұзған дұрыс па? Құстарға ұя салған
дұрыс па? Гүлдерге су құйған дұрыс па? Орманды қалдық заттарға тастаған дұрыс па? Здесь спрашивается, дұрыс па, правильно ли? Нужные слова, керекті сөздер. Если правильно, то говорим «Ия», дұрыс, «да», правильно. А если неправильно, мы говорим «жоқ», «нет», дұрыс емес, неправильно. Например, в первом предложении «сындырған». Сындыру и бузу означает ломать. Значит, ломать бутак. А бутак — это новое слово, посмотрите. И ответьте, правильно ли? Отырғызу — это сажать. Ағаш отырғызу дұрыс па? Как вы думаете? Жем шашу — это дать корм. Подумайте. Салу — это строить. Значит, салу, я салу — это строить гнездо, да? Құю — это поливать. Су құю — поливать. Как вы думаете, правильно ли? Тастау — это бросать. Бросать қалдық заттар. Мусор. Төртінші тапсырма. Четвертое упражнение. Құстардың жақсы қасиеттерін тауып жаз. Напиши хорошие качества птиц. Аққу — это лебедь. Жақсы қасиеті, хорошие качества лебеди. Керекті сөздер. Давайте посмотрим на нужные слова. Адалдық — это честность. Достық — это дружелюбный. Қамқорлық — это забота. Әдемілік — это красота. Әншілік — это певческий. Какие хорошие качества есть у этих птиц? Аққу — это лебедь. Қарлығаш — ласточка. Тоқылдақ — дятел. Бұлбұл — соловей. Тотықұс — это попугай. А теперь подумайте. Давайте проверим себя. Аққудың жақсы қасиеті — адалдығы. Қарлығаштың жақсы қасиеті — достығы. Тоқылдақтың жақсы қасиеті — қамқорлығы. Бұлбұлдың жақсы қасиеті — әншілігі. Тоты құстың жақсы қасиеті — әдемілігі. Жарайсыңдар балалар. Сабақ бүгін аяқталды. Сау болыңдар.